Қазақстандық өндірісшілер цифрлық технологияларды енгізіп жатыр. Цифрландыру өнеркәсіп иелерінің жұмысын жеңілдете ме? Тауарды шығару үрдісіне қандай жаңашылдық әкелуі мүмкін? Толығырақ Цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Заманауи цифрлық технологияларды қолданудың барлық артықшылығын тұрғындар өзінше бағалап келеді. Цифрландыру қолмен атқарылатын жұмысты азайтуға көмектеседі. Оның орнына сіз бен біз басқа да пайдалы іспен айналысуымызға болады. Жаңа технологияларды қазақстандықтар үйде де, жұмыста да қолданып жүр. Қазіргі таңда өндірістік кәсіпорындар да цифрлық шешімдерді енгізіп жатыр. Өйткені өндіріс орындарында адамның қатысуымен ең ауыр жұмыстар атқарылады. В рамках программы трансформации ТАИР техникалық қызмет көрсету және жөндеуді трансформациялау бағдарламасының шеңберінде бізде үрдістерді оңтайландыруға, жақсартуға және жөндеуге бағытталған бірнеше жоба жүзеге асырылып жатыр. Ол техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарымен байланысты. Атап айтқанда мобильді инспекция жобасы. Аталмыш жүйе бақылаудың тиімділігін арттыруға, олардың сапасын жақсартуға және өз жұмысын орындау барысында қызметкердің жауапкершілігін еселей түсуге бағытталған. Цифрландырудың арқасында қызметкер ешқандай айла тәсіл, қулық сұмдықты қолдана алмайды. Себебі мұндай қарым-қатынасқа жаңа технологиялар рұқсат бермейді. Предполагается оснастить работников. Қызметкерлер мен орындаушыларды мобильді құрылғымен жабдықтау қарастырылған. Сәйкесінше олар белгіленген жұмысты орындауға тапсырма алады. Бұл деректерді беру уақытын азайтады. Ақпаратты жоғалтуды болдырмайды. Дер кезінде жауап қайтаруды қалыптастырады. Ол өз кезегінде жабдықтың сенімділігін арттыруға, сапалы қызмет көрсетуге және өндірістің тиімділігін жоғарылатуға алып келеді. Инновациялық технологияларды енгізу кәсіпорынның тиімділігін арттырып қана қоймай, қызметкердің жұмыс деңгейін бағамдауға да көмектеседі. А то, что он действительно находился, Ол шын мәнінде бұл тапсырманы орындады. Яғни адамға құрылғымен қандай да бір іс-әрекетті жүзеге асыруға немесе бақылауға тапсырма беріледі. Белгілерді сканерлеу, қызметкердің жұмыс орнында болғанын, белгіленген тапсырманы орындағанын растайды. Бұл жай ғана тексерулер, күрделі жөндеу емес. Көптеген кәсіпорын цифрлық технологияларды енгізгеннен кейін бірден нәтижеге қол жеткізуге ұмтылады. Алайда мамандар алдымен жаңа технологияның қыр-сырын меңгерген жөн дейді. это укладывается в рамки цифровизации экономики. Бұл экономиканы индустрия 4.0 деп аталатын өнеркәсіпті цифрландыру шеңберіне сәйкес келеді. Жабдықтардың үлкен саны бар. Біз бұл жобаға адамдарды көптеп тартып жатырмыз. Сәйкесінше кәсіпорындар кіреді. Бұл сөзсіз өнімділіктің артуына әкеледі. Біз мұнда өндіріс пен экономика үшін маңызы бар артықшылықтарды көріп отырмыз. Бүгінде цифрландыру үрдісіне көптеген отандық кәсіпорын көшіп жатыр. Компания жетекшілері мен қызметкерлері енгізілген цифрлық шешімдерді жоғары бағалап отыр. Енді қолмен атқарылатын жұмыстар артта қалады дейді олар. Понять, а что в процессе? Процестерге назар аударайық. Компаниялар үрдістерді дамытты, бірақ оларды қалай тиімді етуге және бұл процестің қаншалықты жұмыс істейтінін түсінуге болады. Қазір компаниялардағы процестерді талдауды үйрендік. Осылайша үрдісте ненің бұрыс, ненің дұрыс екенін түсінеміз. Негізінде адамның цифрлық тәжірибесі мен компанияның қалауы бір жерден шығу үшін тағы бір адамды отырғызу керек. Немесе цифрлық қызметкерді жалдау, болмаса процесті өзгерту керек. Мұның барлығы ақшаны үнемдейді, әрі кәсіпорынның тиімділігін арттырады. Ал кәсіпорынның тиімділігін арттыру ондағы қызметкерлердің біліктілік деңгейін жоғарылатуға да мүмкіндік береді. Люди – это опыт. Причем опыт разный. Адамдар дегеніміз тәжірибе. Ал тәжірибе әртүрлі болады. Олардың тәжірибесі сіздің компанияның брендімен байланысты. Қызметкерлердің біліктілігі ол адами капитал мен білім. Оны сіз бизнестің тиімділігін арттыру және жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін қолдана аласыз. Бетпе-бет келетін белгілі бір қиындықтарға қарамастан цифрландыру біздің өмірімізге сенімді түрде кіріп келеді. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы Цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.